келіп қалдыңыз. Бізге келетін жолда ұмытып қалған жоқсыз ба? Жоқ, ұмытқан. Сөйтіп неге келмей қалдыңыз? Сәл денсаулықпен мәселесі. Денсаулықпен ба? Сіздің өтірігіңіз кім Әсем айтып қойды? Телефоныңызды өшіріп тастам, денсаулығыңыз ауырып қалса айтпайсыз ба? Жүрген жоқ па? Хабарласып едім. Бірінші күні хабарласқан жоқсыз ба? Бірінші күні жоғалып кеттіңіз ғой. Жоқ, мен шынымен сіз үйде денсаулыққа байланысты. Көңіл күйіңіз бәрі қалпында? Қазір шүкір. Жақсы болып қалдыңыз. Әсемді қыдыртып жүрсіз? Әсеммен бірге қыдырып жүрмін. Бірге қыдырып жүрсіз. Әсем бір сізден де бөлек адамдармен қыдырып кеткенін көрдіңіз ба? Бөлек адам мысалы? Мысалы Бекзат деп айтып салайын. Нұржан. Ойбай. Сөйтіп көрдіңіз. Маған хабарласып қайта білдім ба мен? Айтты ғой сен жаңа біледі ғой. Сөйтіп неше түрлі еркелетуді көрген едім бір. Күшігім, қонжығым, қояным деп. Көжегім деп еркелетті. Көжегім. Жаңағы еркелеткеніңіз болмады енді. Ол еркелету негізі. Жаман ойлап қалмаңыздар. Бұл да сізді еркеледі. Мен де. Біз ерекшеміз, короче. Ерекшеміз. Сіз не дейсіз, Әсем? Ішіңіз пысып жүрген жоқ па? Сөйтіп? Күн күшті. Солай. Бұрынғы таныстықта болған адамдарыңызбен жалпы дос болып қалу мүмкін бе? Мүмкін емес ол? Мен билей алмаймын, әйтеуір өтірігіңіз шықмай сияқты камераға. Егер сіздің тойыңызға барғысы келмейді екен. Неге? Сондай болса, Байрап. Бара ма? Ұстап алып келеміз ғой. Құрметті оқырмандар, бізде күтпеген жерден жұптыққа ұсыныс жасалып, бүгіннен бастап Расул мен Әсем жұп болды. Осындай гүлдер бар. Мен листемен планда болған жоқ. Алдан қалдыңыз. Мен сатып ала салдым маған. Қанша Әсемге деп ше. Сонда аяқ асылып кетті бар. Бүгін алдан қалдыңыз, Мен қатты сеніп қалдым. Айлық қомайын деп бүгін сөз саласаған сияқты. Шынымен сеніп қалдым. Еще таныстық тоқтайды деп атып бар ғой, мен сөзім бітпейтін адаммын, ойланып тұрмын, сөйлей алмайды тұрмын. Мен ана жерде отырып алып, күн жерінде отырмын, қолым бүкінді тұрып қоямын ғой. Вообще эмоция бере алмаймын ғой. Бірақ соңында таныстық тоқтайды дегенде сіздің де көңіл күйіңіз түсіп кетті. Потому что мына сөз берген ғой. Қандай жағдай болса таныстық тоқтамайды деп ше.